Сәлем достар, бүгін әдеттегідей каналымызда мақаламызды жариялайын деп отырмыз. Мақаламыздың тақырыбы қалай үйде отырып жұмыс істейміз және жұмыс өнімділігін арттырамыз деп аталады. Еліміздегі төтенше жағдайдың енгізілуі және коронавирустың кең етек жайып кетуі азаматтардың жұмысқа баруын тоқтатып тастады. Қандай жағдай болса да мен дамимын, бәрібір отбасымды асырауым керек, жұмыстарым тоқтамауы керек деген жандар үшін бұл шектеулер тығырықтан шығудың басқа жолдарының ашылуына мүмкіндіктер береді. Кішкентай оқушыдан бастап зейнетке шықпаған адамдардың барлығы цифровизацияға ауысып онлайн режимге өтіп жатыр. Сол себепті үйден шықпай компьютер мен интернеттің барлық күшін қолданып жұмысқа кірісу басталды. Осы орайда үйде отырып жұмыс істемегендер, яғни таңертеңнен кешке дейін тек қана кеңсеге барып үйренгендер үшін ыңғайсыз жағдай туындап, үйде отырып жұмыс істеудің қызығын, кеңсенің атмосферасында демі жетпей, осы күнді асыға күткендердің жолы болды десек те артық айтқан болмаспыз. Күнделікті өмірде сіздің кеңседе стандартты жұмыс тәртібіңіз қалай болғанда да болжамды. Сіз дүйсенбі күні әріптесіңізден демалысты қалай өткізгенін сұрайсыз. Бірнеше рет сыртқа шығып таза ауамен демаласыз. Сосын 3-4 кесе шай ішесіз, жиналысқа қатысып келесіз. Сонымен сіздің жұмыс күніңіз жұмыс пен бос әңгіменің ортасында әне-міне дегенше өтіп кетеді. Ал үйде жұмыс істерде ойыңызға бұдан кейін өз уақытымды өзім басқарамын, алғашқы 4 сағат бойы тоқтаусыз жұмыс істеп, кейін құстай еркін боламын деген идея келеді. Дегенмен бұл сіздің бостандықтың әсерінен мастанып, тәтті ойыңыздың көрінісі ғана. Өйткені шын мәнінде сіз ойлағандай болмайды. Тіпті сіздің қолыңыздан ойыңыздағыны жасау келсе де, бірнеше күннен кейін сіз бәрібір берілесіз. Кеңседе жұмыс істеген уақытта сіздің YouTube'тағы күлкілі видеороликтерді көруге, қызықты әзілдер мен жаңалықтарды оқуға мүмкіндігіңіз болмайды. Үйде сіз өз ыңғайыңызға қарай жайыласыз және ұзақ уақытыңызды алатын майда тірліктерге алаңдайсыз. Нәтижесінде 4 сағатқа жоспарланған жұмысыңыз ондаған сағаттарға созылады. Үйіңізде сіздің ойыңызды бөлетін талай жұмыстардың бары сіздің 3 ұйықтасаңыз да түсіңізге кіріп шықпаған. Сіздің алдыңыздан шығатын тағы бір мәселе бұл сіздің бір істің үстінде 20-30 минут бойы концентрациямен отыра алмауыңыз. Еш нәрсеге назар аудармай 1 сағат бойы отыру үшін жаттығулар жасау керек. Әсіресе бұл кеңседе көп уақыт жұмыс жасағандарға өте ауыр келеді. Тиімді жұмыс жоспарын құру және назарыңызды бір жерге шоғырландыру үшін әртүрлі техникалар мен жүйелер бар. Мысалы, помодоро техникасы, швейцар ірімшігі әдісі, 3-2 ережесі және басқа да түрлі әдіс-тәсілдер. Үйде жұмыс істегендерге концентрацияны бұзатын мынадай ойлар азғырушы болып келеді. Мен үйде жұмыс істеген соң қалаған уақытта қыдырып келемін. Мен жұмыс істеген соң дәл қазір тамақтана аламын. Мен үйде жұмыс істеген соң дәл қазір велосипед тебе аламын. Мен үйде жұмыс істеген соң дәл қазір қалағанымша журнал оқи аламын, подкаст тыңдай аламын, видео көремін. Мен үйде жұмыс істеген соң дәл қазір қалағанымша демалып, тынығып ала аламын. Жұмыс уақытынан бірнеше сағат кейін оянып, төсектен тұрмай, пижамамен жұмысқа кірісу, жұмыс арасында тамақтанып, бірден жұмысты жалғастыру, үйден шықпай жұмыс істеген қандай керемет. Бұл қуанышты сәт ұзаққа созылмай сізді шаршатады. Қолыңыздағы ноутбукты терезеден лақтырып жіберіп, немесе өзіңізді. Жаңа технологиялардың арқасында көпшілік жұмысқа бармай-ақ жұмысын өзімен тасып жүре алады. Кеңседегі жауапкершіліктен құтылу, жұмысқа барып жүйкені тоздырмау, уақыт пен жолға кеткен шығыннан құтылу, сүйікті орныңда отырып поштаға келген хаттарды тексеру, қашықтықтан қол астыңдағыларды басқару бәріміздің арманымыз шығар. Дегенмен, үйде отырып жұмыс жасау уайым, қайғы, өз жұмысыңнан жиіркену, жалғыздық сезімі секілді негативті энергиялардың қайнар көзі екеніне ешкім күмәнданбайды.
Иә, мұндай ойлардың алдын алу үшін қарапайым ережелерді орындау жеткілікті. Жоғарыда айтылған барлық мәселелердің шешім жолын сіздерге ұсынуды жөн көрдік. Иә достар, біз сіздерге мынадай шешім жолдарын ұсынамыз. Бірінші, ресми киіміңізді киіп алыңыз. Жұмыс уақытына 15 минут қалғанда оянып, ноутбугыңызды алып, бірден жұмысқа білек сыбана кірісу ықтималдылығыңыз жоғары деген ойларға алданып қалмау керек. Оятарды қосып, яғни будильникті, оны төсегіңізден алыс жерге қойыңыз. Сонда сізге оны өшіру үшін тұруыңыз керек болады. Төсектен тұрған соң жұмыс күніңізге дайындалыңыз. Салқын душ қабылдаңыз. Таңғы ас ішіп, кеңсеге бара жатқандай ресми киіміңізді киіңіз. Әрине, өте ресми киім киінемін деп шектен шығып кетпеңіз. Жұмыс жасауға ыңғайлы киініңіз. Әріптестеріңіз видео қоңыраумен сөйлесуді өтінгенде және таңғы астан кейін төсегіңізге оралу ықтималдылығыңызды азайту үшін де осылай киінуіңіз дұрыс. Жатын бөлмеңізде жұмыс жасамаңыз. Көп қабатты пәтерде немесе ормандағы үйшікте тұрсаңыз да, жатын бөлмеңізді жұмыс кабинетіне айналдырмаңыз. Ноутбук пен қажетті құжаттарыңызды алып, басқа бөлмеге барыңыз. Арнайы жұмыс үстелін қойып, барлық ыңғайлы жағдайыңызды жасап алыңыз. Бұл жұмыс өнімділігін арттырады. Үй жұмыстарын реттеңіз. Бәлкім, осы жерде ерлер мен әйелдерді бөліп қарастыру керек шығар. Көптеген аналардың жұмысы мен отбасылық міндеттерін бөлуге қиналатынын білеміз. Мысалы, кір киімді көрсеңіз, оны жуып, тазалау үйдегі аналардың жауапкершілігі екені бірден ақылыңызға келеді. Баланың жылаған дауысы шықса, аналарымыздың бар жұмысын тастап, жұбатуға жөнелгенін байқаймыз. Осындай кездері концентрация жасау қиынға соғады. Ал көпшілік ерлердің ойын тұрмыстық жұмыстар мазаламайды. Егер әйел үйінде болса, ерлердің сенімі күшті болады және еш алаңдамай жұмысына көңіл бөле алады. Бұл жағдайларда ер мен әйелдің отбасылық міндеттерді теңдей бөліп алғандары жөн. Өйткені үйде жұмыс жасау өнімділікті 2 есе арттырудың орнына 2 есе азайтуы мүмкін. Уақытты басқарыңыз. Сіздің уақытыңыздың тиімді өтуін бақылағаныңыз өте маңызды. Есепші ақшаны қалай санайтын болса, сіз де әр минутыңызды дәл солай есептеуіңіз керек. Уақыт санайтын бағдарламалардың саны миллионнан аспаса кем емес. Уақытыңызды басқару күніңізді тиімді әрі пайдалы өтуіне себеп болады. Пайдасы жоқ әлеуметтік желілерде ұзақ уақыт бойы шырмауынан шыға алмай қалмаңыз. Бүгінгі уақытыңыздың босқа кеткен бөлігін анықтап, ертеңгі күніңізді қатесіз өткізуге жұмыс жасаңыз. Нақты жұмыс кестесін құрыңыз. Үйдегі жұмысты қалаған кезде бастап, қалаған уақытта аяқтаймын деген ой опасыздық. Күндізгі уақытты жұмыс жасауға арнау үшін ыңғайлы етіп ұйымдастырыңыз. Нақты жұмыс кестесін құру арқылы өз өміріңізде тұрақтылық және жұмыс пен бос уақыттың арасындағы балансты сақтаңыз. Күндік және айлық жоспарларыңызды SMART жүйесіне салып жасаңыз. Өйткені мақсаттар нақты, өлшеулі, қолжетімді, өзекті және белгілі уақыт ішінде жасалып бітетіндей болуы керек. Тағы бір қосымша Франческо Чириллоның помодоро әдісі. Мұнда әр ісіңізге 25 минут жұмсап, 5 минут үзіліс жасап, келесі іске кірісе бересіз. Сағатқа қарап отыру жұмыста ойыңды жинақтауға мүмкіндік береді. Отбасыңыздың күшін пайдаланыңыз. Егер отбасы мүшелерінен ойыңызды жинақтауға көмек сұрасаңыз, жауапкершілікті алу қиындық әкелмейді. Жұмыстағы концентрацияңызды бұзбау үшін жарыңыз бен балаларыңызға көмектері керек екендігін түсіндіріңіз. Сіздің бөлмеңізге кіріп, мазаламауды барынша естеріне салып қойыңыз. Байланысқа түсіңіз. Изоляциядан сақтаныңыз. Әріптестеріңізбен, клиенттеріңізбен хабарласып отырыңыз. Қарым-қатынасын жасау жалғыздықтан және бүкіл әлемнен алшақтап кету сезімін жеңетін ең сенімді әдіс. Оның үстіне әріптестеріңізбен ұдайы байланысқа түспейтін болсаңыз, жұмысыңызды қате орындау қауіптілігі жоғары болады. Сол себепті компанияңыздың басқа жұмыскерлермен хабарласып отыру керек. Қазірдің өзінде өз клиенттеріңізді жоғалтпау үшін
олардың коронавирустан амандығын тілеп, денсаулықтарын сұрап қою жұмысыңыздың болашағын қамтамасыз ететіні анық. Байланыс жасауға топтың чаттар мен Google Hangouts және Skype секілді қосымшаларды пайдалану ыңғайлы. Жұмыс барысында сізге хабарласқандардың барлығы сіздің әрқашан онлайн екеніңізге сенімді болуын қамтамасыз етіңіз. Сыртқа шығып серуендеңіз. Жұмыс өнімі мен креативтілікті арттыру, жаңа стимулдар, көру, есту, ұстау секілді беруге көмектеседі. Яғни, жұмыс өнімі мен креативтілікті арттыру, жаңа стимулдар беруге көмектеседі. Сол үшін сізге қысқа серуендер ұйымдастыру күндік жоспарыңызда болуы шарт. Сонымен қатар ол сіздің белсенді өмір салтын жүргізуге мүмкіндік береді. Әйтпесе, өз еркіңізбен енжарлық өмір салтының үшбұрышына, яғни жұмыс үстелі, асхана, төсек орныңыз секілді үшбұрышқа тап боласыз. Бәріне ризашылық танытыңыз. Қаншалықты ауыр тастары болса да, үйде жұмыс істеудің тиімділігі өте жоғары. Сіз балаларыңызбен немесе достарыңызбен ойнап, көңіл көтеріп жатқанда, басқаларының жұмыстан шаршап, метрода немесе автобуста кептелісті күтіп тұрған жағдайын ойлап шүкір етіңіз. Қалай болғанда да сіз үшін кеңседе жұмыс жасау ұнаса, мәңгі бақи үйде отырып жұмыс жасамайтыныңызды ойлап, көңіліңізді көтеріңіз. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Келесі подкастлерде қайта жүздескенше сау саламатта болыңыздар.